біз не төрт қабырға арасында қалып қоямыз, немесе бостандыққа шығып өмір ұсынған жаңа тәжірибеден рахат аламыз. Бізден ой және сөз түрінде не шықса, ол сол күйінде бізге қайтып оралады. Сәлем құрметті оқырманым. Қазір мен сіздерге Луиза Хейдің көгілдір кітаптан үзіндісін айтып берейін. Каналға жазылмасаңыз міндетті түрде жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басуға ұмытып кетпеңіздер. Бізден ой және сөз түрінде не шықса, ол сол күйінде бізге қайтып оралады. Осыны ұмытпаңыз. Олардың сізді қабылдамауы сіздің өзіңізді өзіңіз қабылдай алмағандықтан. Ауыра қалсаңыз өлетіндей көру, жұмыстан сөгіс естісеңіз қуылатындай сезіну өз бойыңызда қорқыныштың ошағын жасайды. Одан ойыңызды тазарту үшін кішігірім заттардан ләззат алып үйреніңіз. Мысалы, күннің атып батқанынан ләззат алыңыз, таза ауаны сезініңіз, балаңыздың дауысын, гүлдің иісі. Қысқа, бірақ маңызды хабарлама болады миыңызға. Әрдайым миыңызға жаман бір проблема болатындай ой келсе, дереу, лезде, тез көңіліңізді басқа нәрсеге бөліп жіберіңіз. Проблема ол сіздің ойыңызда ғана. Миыңызда өзіңіз тудырып отырсыз. Өзіңіз ойлап алған нәрсе. Ол иллюзия, ол өтірік нәрсе, ол жоқ. Тек қана сіздің миыңызда туындап отыр. Соны есіңізде сақтаңыз. Егер оны ойлай берсеңіз, ол шынайы өмірде пайда болады. Ешқашан, ешқандай сылтаумен өзіңізді кінәламаңыз. Өзіңізді кінәламаңыз. Ешқашан өзіңізді кінәламаңыз. Осы нәрсені миыңызға құйып алыңызшы, өтініш. Құрметті қыз келіншектер, сұлу қыздар, аналар, апалар, қыздар, ешқашан өзіңізді кінәламаңыздар. Өзіңізді кешіре салыңыз. Айнаға қарап былай айтсаңыз болады. Сенің мен қалаған бейнедей бола алмағаның үшін сені кешіремін. Қолыңнан келмегені үшін мен сені кешіремін. Жалқауланғаның үшін кешіремін. Бірақ мен сенем. Сен тағы күш жинап, келесі қадамды жасайсың. Сен мендегі ең маңызды адамсың. Сен менің армандарымды орындайтын жалғыз жансың. Сол үшін саған қамқорлықпен қараймын. Осылай үнемі айтып жүріңіз. Рухани әрі тәни босаңсуға арналған мықты әдістерді айтылатын болады. Әлі каналға жазылмасаңыз міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаныңызға рухани босаңсу. Терең дем алып, ауаны сыртқа жаймен шығарыңыз. Дем алғанда ішіңізден 4-ке дейін санаңыз. Содан кейін ішіңізде 7-ге дейін сақтап тұрыңыз ауаны. Кейін 8-ге дейін санап ауаны шығарыңыз. Сосын мен еңсені басқан барлық батпан ауыр салмақтан арыламын деп айт. Өзіммен жарасым табамын. Мен қауіпсіздіктемін деп қайталаңыз. Тәни босаңсу. Қатты айқайлап, жастықты бар күшіңмен ұрып, іштегі ыза кекті шығаруға болады. Немесе ауыр физикалық жаттығу жасап, ұзақ қашықтыққа жүгіруге болады. Міне құрметті оқырманым, Луиза Хейдің өте мықты, өзін өзі қабылдау, өзін өзі жақсы көру жайлы өте мықты әдістердің бірін айтып өттім. Өзіңізге қара, өзіңізді кешіріңіз, өзіңізді жақсы көріңіз, өзіңізді қабылдаңыз. Сол кезде әлемде басқалар да сізді қабылдайды. Каналға міндетті түрде жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар.